Жігіттер, бір елестетіп көрейікші, сіздің жұбайыңыз, сіздің тура өзіңіз сияқты бір күлмейтін, салмақты, сабырлы, әр сөзін бір өлшеп барып айтатын адам болса, сіз оған ғашық болар ма едіңіз? Сіз оны бір жар қылып алар ма едіңіз? Сіз оған бір үйленер ме едіңіз? Мойындайықшы, бір юбкадағы ефрейторларды, юбкадағы махамбеттерді сүйіп қалу процентіміз қанша, жігіттер? Біздер ер адамдар қыздарды бір ашуланшақтығы, еркелігі, тым сезімге берілгіштігі, жылауықтығы, болмайтын нәрсеге ашуланып, болмайтын нәрсеге уайымдап, болмайтын нәрсеге бір қуана салатын бір құбылғыштығы үшін де жақсы көреміз ғой. Қазақшаласақ, әйел дегеніміз ол бір сезім, эмоция. Біздер жігіттер, егер әйелде сол сезім, эмоция, құбылғыштық болмаса, біз оларды жақсы көре алмастай едік қой. Сондықтан әлгі бір минусты плюске айналдыр деген секілді, жұбайыңыздың бір кейбір еркеліктерін, кейбір қылықтарын просто бір қабылдай салсақ, немесе бір осы бір қыңыр қисықтығы үшін де жақсы көретінімізді жақсылап еске түсірсек, өмір шіркін бір жеңілдеп сала беретін еді ғой.